Ассалаумағалейкум, құрметті достар, QGL TV YouTube арнасында баспен ойна. Чанган и Астана Моторс поддерживают юношеский футбол в Казахстане. Переходи по ссылке в профиле и приобретай автомобиль по самой выгодной цене. Біз осы бағдарламада QGL-ге қатысатын барлық командалармен сұхбаттасатын боламыз, және сол командалардың ішінде біздің ең білімді футболшыны анықтайтын боламыз. Ендеше бүгін бізге қонаққа Каспий теңізінен келген жігіттер, Каспий 2008 футбол клубының ойыншылары. Таныс болайық. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Мен Тұрған Дидар, Каспий 18 ойыншысының жартылау қорғаушы, және де өз басым Реал Мадрид командасының жанкүйерімін. Ассалаумағалейкум. Мен Ташынов Ален, Каспий 18 командасы жартылай қорғаушымын. Мен Манчестер Юнайтед клубына жанкүйерлерім. И хочу научиться бороться, как Турал Али. Бәріне ассалаумағалейкум, менің атым Қанат Арын. Мен Каспий 18 командасының қорғаушысымын, сүйікті клубым жоқ. Тамаша, міне, Арын осы жерде саған бірінші сұрақ, неге сенің сүйікті клубың жоқ? Каспий ше? Негізгі құрам, негізгі команда. Каспий болса. Бірінші лига. Жалпы жігіттер енді QGL ойындары басталды, маусым қалай болып отыр? Бәрі ойдағыдай ма? Әлде бір өзгертетін тұстар бар ма ойында? Өзгертетін тұстар жоқ деп ойлаймыз, өз ойынымызды ойнай береміз, бұйырса ойындар жеңістер келеді деп ойлаймыз. Енді бүгін 3 ойыншының біреуі финалға жолдамалады, 3 ойыншының біреуі тек қана жеңіске жетеді. Соны анықтау үшін сіздерді жинап отырмыз. Енді біз сіздерді футбол қалай ойнайтынын білеміз. Енді интеллектуалды жағынан кім білімді, Каспий футбол клубының ең білімді футболшысын бірге анықтайтын боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Әдеттегідей бірінші тур активация. Бірінші турдың шарттары өте оңай. Әрбір ойыншыға 5-5 сұрақтан қойылады. Егер дұрыс жауап алынса, оған 2 ұпай беріледі, ал егер дұрыс жауап алынбаса, онда ұпай берілмейді. Әрбір футболшыға біз міндетті түрде жеке-жеке сұрақтар қоятын боламыз. Басқа біреудің сұрағына футболшы жауап бере алмайды. Енді жігіттер, осы реттілікпен қоямыз ба, әлде қалай? Жалпы кім осы үштіктен ең өзін мықты футболшы деп санайды? Кім бірінші бастайды? Бастайды. Дидар, сен бастай бересің бе? Ален, ты второй? Да. Және Арын бізде үшінші болады. Ендеше дайын болсаңыздар, бір сұрақта по одному вопросу правильно отвечаешь, 2 балла, неправильно отвечаешь, ты мешок. Хорошо? Все, кеттік. «Война и мир» романын кім жазды? Дидар. Атақты роман, жалпы мектепте оқыңдар бар, да? Кім жазды «Война и мир» романы? 5 секунд бар. Кім? Подсказка? Жоқ, подсказка жоқ. Айтайын ба? Қазір айтасың, егер Дидар жауап бермесе. 5 секунд, 1, 2, 3, 4, 5. Дидар жауап? Лев Толстой. Лев Толстой, тамаша, міне, саған таңдау керек еді бірінші болып. Көрдің ба? Кеттік. Екінші сұрақ, Ален, саған бұл жерде орысша қойын саған, е? Денежная единица Турции. Лир. Жалпы біздің клубтар Түркияға барғыш қой. УТС-ке. Сен болған жоқсың ба Турцияда? Вот енді дайынсың баруға. Өйткені дұрыс жауап лира. Тамаша, міне. Бірінші дұрыс жауап. Алдыға шығып кетті. Бізде осылай Ален Арын міндетті түрде досынды қазір жету керек. Енді әлемдегі ең үлкен мұхитты атаңыз. Евразия. Мұхит, материк емес. Асықпа. Неше мұхит бар жалпы? Асықпа. Үнді мұхиты бар, солтүстік мұзды мұхиты бар, да? Атлант мұхиты бар. Және төртіншісі? Оны Турция бол? Жоқ, ең үлкен қайсы? Төртіншісі болып тұр ғой. 1, 2, 3, 4, 5. Дұрыс жауап. Тынық мұхиты. Солай ма? Біліп жүріңіздер. Жоқ, жазылмай саған. 2 ұпаймен қазір Ален алдыға шықты, көшбасшы болды, кеттік. Мұқият болыңыздар, сұрақтар өте асықпайды, 10 секундтарыңыз бар. Дидар, пенальти тепкенде дайын боласыңдар ғой? Қай жаққа тебейін деген, соқын бұл жерде дайын болыңдар. Кеттік. 144 санының квадрат төбері неше кетеді? Дұрыс па, жауап? 11 емес па, пенальти секунд? 12, тамаша, міне. Дидар да алғашқы сұрағына жауап берді. Ален, вопрос тебе, можешь вырваться вперед.
Чему равен... А, нет, это не твой вопрос. Ты можешь вырваться вперед. Какой инструмент используется для определения частей света? Легкий вопрос. Это как пустые ворота забивали. Легко же? Сколько частей света есть, во-первых? 2. Точно? Туда, сюда, 4. сюда. Компас. О, правильно, компас. Небольшие подсказки енді ойынның басы кішігіп кіріп алыңыздар, одан кейін жалпы мандраж болады ғой, сенде арын ойын алдында. Неше минут мандраж болады? Вот шығасың да, Шыққанда бітеді ғой сол. сол шыққанда біте ма? Шыққанда бітеді. Қақпашымен келіп қолын алысқанда 5 бергенде уже бітіп қалады мандраж. Ендеше қазір мандраж біткен шығар. Үшінші саған сұрақ, қозғалып тұрған объектінің энергиясы қалай аталады? Мен де білмейді екен бұл сұрақ. Қозғалып тұрған объектінің энергиясы қалай аталады? Энергиясы? Қозғалып тұрған объектінің энергиясы. Подсказка беруді қиналады екенсіз бұндайға. Орысша оқимын ба? Жоқ, түсініп тұр жалпы. Қалай? Физика ғой ол. 5 секунд. Бірінші әріп еді, айтып жүрсеңіз. Бірінші әріпі К. Соңғы әріпі Қ. Кибернетика деген сөзге ұқсайды екен. Қозғалып тұрған объекттің энергиясы бұл жауап кинетикалық энергия. Дұрыс жауабы. Міне. Кеттік ендеше үшінші сұрақтан Дидар өзінен екінші дүниежүзілік соғыс қай жылы басталды? 45. Сөз ашты. Аспа. Екінші дүниежүзілік соғыс. Ұлы отан соғысы емес. Шатастырмаңдар, ұлы отан соғысы емес. Ол бірінші жылы басталды. Ал екінші дүниежүзілік соғыс. Ұлы отан соғысына дейін немістер Европаға кіріп барған. Европада алғашқы жалмаса Польша болу керек па, сондай. Сол соғыс қай жылы басталды? Енді шамамен бір. Біткен жылы. Біткен жылы 45? Ал басталған жылы емес. Ұлы отан соғысы 41 жылы басталса, онда ана соғыс нешінші жылы басталды? 1939 жылы басталды. Так, кеттік. Много факторов узнаем исторических от наших ребят. Готов, Ален? Сколько игроков на площадке одновременно в баскетбольной команде? 10. В одной команде. Играют 2 команды. Да. А в одной команде сколько? 5. Точно? Баскетбол ты смотришь? Нет. Не смотришь? Баскетбол родинер бар ма? Алтын. Национальная баскетбольная ассоциация. Точно? 5. Точно? Да, 5. Браво. Пока что 3 из 3. Ален молодец. Арын кезек өзінде Ромео мен Джульетта трагедиясындағы басты кейіпкерлер кімдер? Ромео мен Джульетта. Иә. Сол екеу шығар? Сол екеу. Андай сұрақтың бар. Кеттік, келесі сұрақ, Дидар. Күнге ең жақын орналасқан планета. Геопланета. Сол жерге ең жақын орналасқан басқа планета. Қалайсыз? Жалпы неше планета бар күн жүйесінде? 9 ба? Жер деген планета бар. Сол жерге ең орналасқан жақын планета. Планета. Ол күн ол жұлдыз ба? Дұрыс па? Ойланасың ба? Және не ашып отырсыздар сендер негізі? Меркурий болып тұр ғой. Біліп отырдар келесі жолы. Ален, қуанба. Нельзя помогать друзьям, а то ты уже вырвался вперед. Давай. 7 сразу. Кто нарисовал Мона Лизу? Мона Лиза. В Турции ты не был. Во Франции в Лувре был? Нет. Тоже не был. Мона Лиза, знаешь, что за картина? Да. Она смеется, когда девочка. О, гад. Вот ее кто-то нарисовал. А вот как? Как ее зовут? Еще фильмов очень много таких. Мона Лиза. Она женщина, да, стоит? Да, она такая улыбающая. Вот соны салған адам. Время. Луи Ван Гал. Луи Ван Гал, красавчик, не только тренер, но и великий. Ну, короче.
Это Леонардо да Винчи. Винчи. В принципе, Луи Ван Галға келіп тұр енді негізі. Луи Ван Гал, Мона Лиза. Тамаша. Алин красавчик. Кеттік, келесі сұрақ Арын өзіне. Жер бетіндегі ең қатты табиғи элемент. Алмаз. Тамаша. Бірден мені көріңіздер ме? Арынға неғұрлым қиын сұрақ қойсан, соғұрлым тез жауап береді екен. Онда оңай сұрақ қоюға болмайды екен. Кеттік. Жігіттер соңғы сұрақтан қалды. Дұрыстап мұқият отырып жауап беріңіздер. 2 ұпай. Дидар. Қайсысы үлкенірек? Қайсысы үлкенірек? 4-тен 3, әлде 5-тен 4 па? Дұрыс па? Өзінесің бе мәні? 4-тен 3. 3-ті 4-ке бөлесің? Немесе 4-ті 5-ке бөлесің? Деген секілді ма? Оны айырып. 3-ті 4-ке бөлесің? Немесе 4-ті 5-ке бөлесің? Соның қайсысы үлкенірек шығарында? 3-ті 3 бөлінген 4. Қанша шығады? Шамамен. 30-ды 40-қа бөліш? 30'da 40 olsun. Sen nölün altına sos. Orada 4'te 3 bölüm. Жоқ. Ойлан дұрыстап. 4-ті 5-ке бөліш? 4'te 3'ke iyi sosun aday. 4-ті 5-ке. 4'te 5'ke ve 4'te 3 bölümü. Дұрыс па жауап? Evet. Жауап дұрыс емес. 4-ті 5-ке бөлуге дұрыс па? Кеттік. Ален. Ешкімді тыңдамай жігіттер көрдің бе? Саған көмектесіп жатқан жоқ. Кеттік, Ален, последний вопрос. Кто считается отцом теории эволюции? Популярная теория. Мандела? А? Жоқ. Сен жалпы, ана 2000 жылдар төмен қалып қойған екенсің, оның алдында нәрселер білген екенсің, да? Отец революции. Обезьяны. Ща. Человек поражен с обезьяной. Как этого человека зовут? Ну, кеттім, короче. Дарвин Нунис, Ливерпуль шабушыны білесің ба? Вот сол ғой. Дарвин. Кеттік, Арын, соңғы сұрақ өзіне. Давай, красиво жауап тастайық. Бірінші таймды одан кейін сөйлесейік. Жұлдыздар мен планеталарды зерттейтін ғылым қалай аталады? Жұлдыздар десе сразу не түседі ғой есіне. Астронавттар емес пе? Вот примерно астронавттар сол жүретін жігіттер сол жақтағы. Енді солар қалай танымыз? Ғалымды. Сол сөзім бар. Биология, география, иядай қосасаш. Астрономия. Астрономия. Камбэк. Арының. Енді қазір құрметті жігіттер бізде бірінші раунд аяқталды. Қазір біз кім қанша ұпай алғанға дейін жалпы бүгінгі сендердің ойындардың фавориті кім Дидар сен ойыншы? Кім ұтады бүгін? Алдың шығарымды қараңдар ғой енді. Арын ұта ма? Арын. Сен қалай ойлайсың? Сенің фаворитің кім? Ален. Тамаша, Ален. Сен үшін Дидар болу керек па? Ендеше құрметті көрермендер, бірінші турдың қорытындысы. Кеттік. Әзірше бізде екі көшбасшы бар. Екінші орында тұрған Дидар 4 ұпай. Дидар, тамаша. Екі сұраққа жауап берді. Ал Ален мен Арын 3 сұрақтан жауап беріп, өзінің меншігінде қазір 6 ұпайдан бар екенін бізге көрсетіп, міне басты фавориттер екенінде айқындауда. Ендеше жігіттер, Ален, Арын, у вас по 6 баллов. Поздравляю. Penalti a favor del Real Madrid. Құрметті көрермендер, біз екінші раундқа көшеміз. Бұл жерде әдеттегідей бізде VAR деп аталады бұл раунд. Бізде телевизор бар, теледидарға біз көрсетеміз қазір, сұрақ қоямыз жігіттерге. Және де бұл сұраққа ең бірінші болып жауап беру үшін жігіттер сендердің алдарында ысқырық бар. Жалпы төрешілермен боламан да алаңда оқтасып емес енді ұрысып. Не эмоциямен ойыннан кейін қол алысып немесе жоқ сен нашар судьясың деген секілді моменттермен. Дидар, сен қалай ойлайсың? Жалпы осындай алаңда өзінің сабырлы ұстау үшін не істеу керек футболшылар? Жас футболшылар. Өйткені барлық жас футболшылар эмоционалды. Өзінің жақсы жағынан көрсетуге тырысады. Өз ойын айта береді, жасырмайды. Өз ойын
Дұрыс. Онда егер қазір жауап бермесең, сен тоже на это не обращай внимания, дальше ұра бер. Ай, сен тексеріп отыр, сыныптарды сүйме, ертең тағы аяқ секілді жамандап жүрмеңдер. Міне тамаша. Ендеше құрметті достар дайын болсаңыздар, біздің қатысушылар дайын болса, бірінші сұраққа көшейік. Бұл қай футбол клубы? Ницца, қай жерде өлік бұл? Лига 1. Лига 1 деген бұл Франция. Жалпы Мбаппе кеткеннен кейін Франция негізін қарайсыз? Әлде қызық емес пе? Қызық емес. Қандай лига? Қарамадым даже вообще. Қандай лигада көресіз? АПЛ лига? АПЛ. Қазақстан премьер-лига тек каналда. Кет, екінші сұрақ. Дұрыс, бұл жерде де 2 ұпай беріледі. Ал енді сенде енді плюс 2, ендеше 8 ұпай бар екен. Екінші сұрақ жігіттер. Бұл қандай кубок? Иә, Ол дейтін Арын. Айда берейін ма? Айда. Лига конференция бар. Тамаша. Керемет. Жалпы Арын сен өз мансабында қандай кубокты көтергің келеді негізі? Ұтқың келеді? Лига чемпионов кубогы. Тамаша. Әлем? Чемпионат мира. Чемпионат мира. Одан сайын кетті ғой. Дидар, таңғызыршы бізді. Қазақстан премьер-лигасы неге айтпайсыздар? Келесі сұрақ. 2 ұпай Арынға берілді. Бұл қай турнирдің гимні? Мемлекеттер қатысатын турнир, бірден айтып қойыңыз. Қай жылы болды? Танысыңыз, иә? Так, жігіттер. Қандай чемпионат, нешінші жылы? Фернандо Торрес. АПЛ ма? Жоқ. Мемлекет қатысады. Мемлекет па. Мемлекет қатысады. Дұрыс емес әлем. Дидар, Арын. Өзі жалпы мемлекет қатысады. 2 турнир, 3 көп турнир бар, бірақ 2 маңыздысы бар. Чемпионат мира, нешінші жылы? 12. Жоқ. Мүмкіндік? 12-де болды ма еш? Арын. 12-де не болды? Евро. Чемпионат Европы 2012, міне, осылай жауап. Тамаша! Керемет. Жігіттер, молодцы. Раздевалкада жалпы ойынға дайын болған музыка болсыңдар ма? Өйткені көптеген пластықтар болсын. Қандай музыка білесіңдер раздевалкада? Мотивирующий. Мотивирующий, гладиатор. Енді мотивирующий қандай? Скриптонит? Қандай мотивирующий, а? Моцарт. Моцарт? Мона Лизаны кім салған білмеген адам Моцарт біледі екен. Кеттік. Жігіттер, енді келесі бізде сұрақ. Бұл қалада, бұл қай қала? Ақтау. Ақтаудың қай жері бұл? Ақтау дұрыс. Негізі бұлай бір қарасам, қай қала, Нестеген, Лихтенштейн, Люксембург деп па. Бұл біздің сендердің роднойларың Ақтау қаласы. Тамаша, кет. Міне көрдіңіздер ме? Барлық таныс бір-бір 2 ұпайдан жиыны жалтыңыздар. Әлем шапақтап. Дидарға қазір поддержка керек па. Кет, келесі сұрақ. Бұл жерде клуб жасалған және қай футболшының мансабында клуб. Андерлехтен бастап, қазір Наполиде ойнап жүрген жігіт. Керемет шабуылшы. Иә, Дидар. Кім? Ромео Лукаку, міне? Тамаша. Және Ромео Лукакуның қай жерде ойнаған клубы? Манчестер Юнайтед. Дидар? Қандай Юнайтед? Манчестер Юнайтед, иә. Керемет Манчестер Юнайтедті бастап, бірақ одан кейін Интерге кеткен Ромео Лукаку. Енді өз позицияларында айттыңдар, жалпы әрбір футболшының, әрбір жас футболшының несі болады ғой? Кумирі. Мен кішкентай кезінде кумирім Зинедин Зидан ғой. Ал жігіттер сендер кім бар? Дидар? Кіші адам. Манчестер Юнайтедтің бір ойнататын шығарсың, да? Али? Кумира нету, но любимый игрок есть просто. Зиргиза? Магуайр? Магуайр на 2-м месте. Онар? На 3-м. Мазрави? Кім енді? Бруно Фернандес. Ол Бруно Фернандес, тамаша. Сенікі? Месси, Лионель Месси. Жалпы команданы қалай сүйіпсіңдер? Лионель Месси, Криштиану Роналду екеуі ағасыңыздар ма? Команда болса сен. Все, кеттік. Жігіттер, тамаша, осылай бізде екінші тур, VAR туры аяқталды. Ендеше қазір осы екінші турдың қорытындысымен сіздерге
сіздерді таныстырайық. Осылайша бізде екінші турның ойындары аяқталды. Бұл турда да екі жігіт алдыға шығып кетті. Ален, к сожалению, ты набрал всего лишь 2 балла. Ал сенің достарың Дидар және Арын 4 бірдей ұпай жинап алған екен. Ендеше бірінші орында қазір Арын 10 ұпай. Екінші орында Дидар және Ален 8 ұпайда. Тамаша. Міне көңілдер. Келесі тур 4-4-4 деп аталады. Бұл жерде бояшықтар көріп отырсыздар, тақырыптарды көріп отырсыздар. Финал, QG лига, джерси және бапкерлер. Бұл жерде сіздерге 3 сұрақ таңдауға мүмкіндік бар. Сол себептен мұқият болыңыздар. 4-тін таңдап жауап бере алмауыңыз мүмкін, немесе бір ұяшын таңдап жауап беріп, қатынастан озып кетуіңіз мүмкін. Айтпақшы, бұл турдан кейін біз бір футболшымен қош айтысамыз. Сондықтан өте мұқият болыңыздар. Кәдімгі командалар секілді QG лиганың аяғына дейін стратегия құрып, осы турда жақсы жауап беруге тырысыңыздар. Ендеше бізде қазір бұл турда, бұл екі турдан кейін көшбасшы Арын, ендеше Арын сен бірінші болып таңда. QG лига 4 тур. Мықты. QG лига 4. QG лига 2024 маусымда ең жылдам гол қай матчта соғылды? Каспий Жасқыран. Каспий Жасқыран. Дұрыс емес. Жасқыран Каспий бұл матч. Дұрыс, тамаша. Кім соқты болды, айтшы? Кім, Жасқырандар ма? Холланд па? Холланд рұқсат жоқ. Келесі, кім болды? Ален ма? Кім, Дидар, кім таңдайды? Ален, давай, кеттік. Екінші болып. Джерси 3. Джерси 3. Бұл қай команданың футболкасы? Тоттенхэм. Тоттенхэм? Хотспур? Тоттенхэм Манчестерді ұтама? МЮ ұтады. Есеп? 3-0. 3-1 ладно. Бір голды берді Тоттенхэмға. Ладно, бердік. Тамаша, Тоттенхэм Хотспур. Так, Дидар, енді сенікі. QG лига 3. QG лига 3. 2023 жылғы алғашқы маусымда Каспийден жылдың символикалық құрамасына кім кірді? Бірақ футболшы бар осы. Расул Чумабай. Тамаша! Расул естіп жүр қазір? Екінші лигада жүр ма? Осы жалпы QG лигадан бірден Дастан Сатпаев секілді КПЛ-ға кетіп қалу жалпы екінің бірінің қолынан келмейді ғой. Дегенмен де екінші лига, бірінші лига барып қосаңдар, КПЛ-ға қалай қашан жүресіңдер? Бір өздеріне андай жоспар құрыңдар ма, әлі жоқ, QG лигада ойнап бітіріп, одан кейін бірақ ойланамын деген секілді. Әлде Европаға кетіп қаласыңдар ма? Әлде карьераны аяқтайсыңдар ма? Карьера аяқтамаймыз точно. Дидар, сосын қандай план? Осы жылы QG лиганың бұйырса ойдағыдай өткізді. 10 ассист, 10 гол. Менде ма? Иә. 7 ассист, 7 гол. Уже? 7. Неге oldu? 7. Неге дабл жасамайсың? Криштиану. Криштиану Роналду болсын ба 7-ші нөмір? Онда 77 деп қою керек еді. Қазіргі таңда неше гол бар сен? Неше ассист бар? Бір ғана ассист, 0 гол, да? Осы баспен ойнаға қатысып кеткен жігіттер бізді келесі турда жарады. Таразымен көрдіңдер ме? Қандай керемет. Келді, шықты заменадан. Тұңғыш Ералы. Мен бәрін жадымда сақтап тұрмын. Біздің турда қалып қалды ма, бірақ шықты. Екі гол соқты деп айтайықшы. Өйткені бірінші голды соны тұр. Сол себептен жігіттер, біз сіздерге сенеміз. Баспен ойнаға қатысып кеткен әрбір футболшының болашағы керемет болатыны анық. Кет. Финал 2. Финал 2. 2005 жылғы Стамбулдағы Чемпиондар Лигасының финалы несімен есте қалды? 2005. Керемет финал. Стамбул, бәрі Интер, Барселона айтып отса, бұл жерде 2005-те бір команда керемет бірінші таймда көрсетті де өнер, екінші команда екінші таймда 3-0 комбойсынан шығарды. Кім камбэк жасады? Жалпы бірақ финал ғой сол камбэк жасаған. Ливерпуль. Кімге қарсы? Милан емес пе? Дұрыс, Милан. Милан, Ливерпуль 3-0 бірінші таймда Милан ұтып, екінші таймда Ливерпуль камбэк жасап, сөйтіп
пенальти ұтып чемпиондар лигасын ұтып алады. Керемет, 2 ұпай. Ален, сенің кезегің? Бапкерлер 2. Бапкерлер 2. Какой нидерландский тренер зарядил тотальный футбол Барселоны? Йохан Кройф. Йохан Кройф. Тамаша. Йохан Кройф. Жалпы қазір Ален Каспий қандай футбол ойнайды сенің? Тотальный футбол, прагматичный, там, контратака, владение, тики-така. Ну, все в одном. Все в одном? Как называется? По ситуации. Ну, контролируем больше. Свою игру, да, навязываем. Контроль через центр, либо на фланге оттуда прострелы? Ну, через центр больше. Через центр, да, больше? И потом на фланге. Ага. Ты свою статистику смотрел на сайте KGB? Да. Какие там цифры? Расскажи. Владение, дриблинг, единоборство, отбор. 0-1? 0-0? Ну, единоборство больше. Больше единоборства? Да. Получается? Да. Сколько голов забежит? Ну, опорник хотя бы 3 забил. Залика? Да. Удар у тебя поставлены? Да. Правша, левша? Правша. Забивал на тренировку? Кудземон тренировку дался? Все, молодец. Все, верим в тебя. Следим за тобой. Бүгін салам бұйырсын. Молодец. Келесі, Лира, таңда. Джерси. Джерси 4. Ендеше ең ұтып таңдаған болатынбыз. Бұл қай команданың Джерси? Ойлан. Өйткені бірден фук сразу қабылдырып жоқ еле саламыз. Бұл қай команданың Джерси? 4 ұпай, бір болса айта сол үшін. Жіктер үндемейміз көміспендер өйткені 4 ұпай. Қай жылы форма дейсің ба? Білмеймін, былтыр ғой? Биыл. Ойлан, екі команданы айтын, тағы бір команданы айтып қалуы мүмкінсің. Қызыл жарыс шығар. Европалық па? Европалық, да. Бұл үшінші және нақты жауабы. Бұл қай команда? Джерси? Аталанта. Тамаша. 4 ұпай. Кеттік. Жігіттер енді соңғы сұрақтарынан қалды. Мұқият болыңыздар. Енді ойша білетін шығарсыздар кімде қанша ұпай екен. Финалға өту үшін кемінде 2-ші орын алу керексіздер. Таңда Арын? KG Лига 2. KG Лига 2. 2024 жылы All Star Цервена Звезда матчында гол соққан ойыншылар кімдер? Ол ойын Алматыда болды, 2-0 есебімен аяқталды. Сатпаев салды. Сатпаев салды екінші голды. Біріншісін. Списокта болмаған ол жігіт, бірақ соңында біреу травма болады да, соңына шақырып, сөйтіп гол соққан еді ол. Есімде ол. Жоқ, там мүмкіндік берейік, жалпы кім бар өзі? Бар кім білмеймін. Арсеньер Блахин. Ассист сол. Есінде жоқ па? Бұл? Жігіттер? Тұяқбаев. Екілі болды. Жалпы биыл KG Лига кім ойнайтын білесің бе? Атлетико Мадрид. Қатысқыларың келе ме ойынға? Атлетико Мадридке гол салды. Вот сол кезде можешь забить 3 мяча сразу. Это засчитается за сезон. Жігіттер, міндетті түрде егер жақсы ойнасаңыздар, KG Лиганың басшылығы, бапкерлік құрамы сіздерді сол ойынға апарады. Сондықтан маусым бойы керемет голдар, ғана соқпай, ассисткені бермей, жалпы бүкіл ойындар керемет ойнау керексіздер. Ол ойын бізде тамыз айында Алматыда болады. Андатпа. Келесі, Ален. Бапкерлер 3. Бапкерлер 3. Сұрақ. Единственный тренер, который выиграл все 3 Еврокубка. Единственный тренер. Лига чемпионов, Лига Европы. И Лигу конференции выиграл он. Кто он? Ты должен знать этого тренера. Все его знают. Лигу конференции. Подсказка бермеймін өткені бұл ең соңғы сұрақтар, сондықтан бұл шешіп кетуі мүмкін қазір. Ойынның несін. Финалистерді. Сондықтан өздерін ойлаңыздар. Жігіттер үндемейіңіздер. Керемет тренер. Лигу конференции. Вест Хэм қазір тренировал? Деген? Вест Хэм. Лига чемпионов тұтқан. Ең бірінші ол кубок УЕФА-ны ұтты. Сразу келесі жылы чемпиондар лигасын ұтты, 10 жылдан кейін Лига конференция ұтты. Жалпы Лига конференция қанша? 4-5 жыл сарапқа салынып келеді ғой? Ол кезде Ромамен ұтты, жайлы бір подсказка берейін. Жозе Мауриньо. Жозе Мауриньо. Порту мен Интермен ұтты, чемпиондар лигасын және сол кубок УЕФА-ны.
минутта. Кеттік. Ең соңғы сұрақ. Дидар, бірден 4 алсаншы. Қиын сұрақтау. Бапкерлер 4. Сұрақ өзіне мұқиятында. Катардағы әлем чемпионатында Аргентинаны жеңіске жеткізген бапкер 2022 жылы керемет финал, қайтадан 3-3, Аргентина, Франция. Бұл бапкер кім? Кезінде футболшы болған. Аты Месси секілді. Месси аты білесің? Кім? Ендеше Аргентина бапкері Лионель. Тұрғанда қайтамайшы. Сипаттап бер, фоторобы бізде. Жіктер білесіңдер месіңдер? Білмейсіңдер ме не? Аргентина бапкері білесің бе? Білеміз. 5 секунд. Дидар. Бұл Лионель. Лионель. Месси. Лионель. Жиден күндік. Жауап жоқ. Бармайды. Жауап жоқ. Жіктер. Арын, сен білесің. Скалони. Скалони, Лионель Скалони деген бапкер. Ендеше бізде 3-ші тур аяқталды. Ендеше бұл турда кім қанша ұпай жинады? Құрметті көрермендер, 3-ші турда бізде ең аз ұпай жинаған ол Арын 6 ұпай, 7 ұпай Дидарда және Алиде 8 ұпай. Бірақ 3 турдың қорытындысы бойынша өкінішке орай ыстырған Дидар 15 ұпай жинады және бұл 1 ұпайға кем, Алиде және Арында 16 ұпайдан. Демек, Дидар сен бір 60-70 минуттарда алмастырылды. Барып, раздевалкаға барып, ойланып келіне болады. Рахмет. Құрметті көрермендер, Каспий 2008 футболшыларымен біз бүгін керемет сұхбатта құрып үлгердік, білімдерін де тексердік. Бірақ бұл футбол клубында тек қана бір білімді футболшы бар. Ол кім? Ален немесе Арын. Жігіттер, жалпы командада лидер бар ғой міндетті түрде. Сен сол лидер санатына жатқызуға болады ма сені? Арын. Болады түрде. Ален, он точно лидер команды? Да, А ты? думаю, да. Тоже? Как вы вообще настраиваетесь, как вы мотивируете между собой, как вы коммуницируете с ребятами? Потому что бывает же, кто-то приболел и видно по нему, что они там в кондициях, у кого-то какие-то проблемы там с девушками. Ну, перед игрой словами поддерживаем, а на игре уже игрой своей показываем, уверенность. По-любому же пихаете, когда кто-то там привез, там обрез сделал, автогол, прикалываетесь после игры. Ну, на игре стараемся поддержать, а уже после игры, да, там, прикалываемся. Отпинать, да? Да, нет, Арн, капитан команды выглядит? Ален? Молодец. Как это очень капитанство? такая. Ответственность большая. Больше в кадр попадаешь, да? Фоткаешься ночами. Есть такое. А как ты думаешь, почему тебя выбрали капитан? Из-за каких качеств? Ну, наверное, игрой доказал. Вот. Хорошая игра, наверное. А есть вице-капитан? Ну, вот Арн. О, ничего себе, вот көрдіңдер ме? Каспий басшылығы көтеріліп құрам, молодцы. Капитан, вице-капитан финалда. Қазір енді бұл ойында кім жеңіске жетті, сол келесі матчта капитан болсын деген. Қазындаймыз. Жігіттер, бұл жерде өте оңай, екеулерінде де 16 ұпайдан. Қазір бірінші сұрақты, финалдық сұрақты тыңдамас бұрын, сіздер жаңағы алдарыңызда тұрған планшетке қанша ұпай сарапқа салатыныңызды, сколько вы хотите разыграть очков, напишите, жазасыздар, бізге көрсетесіздер, одан кейін соған байланысты. Егер сұраққа дұрыс жауап берсеңіздер, сол ұпай қосылады, дұрыс жауап берсеңіздер, сол ұпай алынады. Сөйтіп біз жаңағы жеңімпазды анықтайтын боламыз. Ендеше сіздердің ұпайларыңыз, сандарыңызды жаза кетсеңіздер, бір-біріңізге қарамаңыздар. Ол әрбір футболшының бөлек тактикасы болу керек. Дайын болсаңыздар, бізге көрсетсеңіздер экранға, камераға. Аленде 14, ал Арында 16. Вабанк кетті. Көрдіңіздер ме? Міндетті түрде онда Арын саған бұл сұраққа дұрыс жауап беру керек. Егер екеулеріңізде дұрыс жауап бермесеңіздер, онда 2 ұпаймен бүгінгі ойынды Ален ұтып кетеді. Ален, ты станешь самым крутым игроком, который только с 2 баллами выиграет. Кеттік, ендеше финалдық сұраққа назар аударайық.
Бұл сұраққа жауап жігіттер, айтпақшы, бұл сұраққа жазып жауап бересіздер. Үндемеңіздер. Кет финалдық сұрақ. Каспий клубы премьер-лигаға алғаш рет қай жылы дәл осы Каспий атауымен шықты? Каспий енді көп атау болды ғой? Сұрақ түсін ғой, Ален? Тағы жауап берейін, айта кетейін. Каспий клубы премьер-лигаға алғаш рет қай жылы дәл осы Каспий атауымен шықты? Жауап дайын ғой, жалпы КПЛ-дағы Каспий, КПЛ деп мұ, бірінші лигада Каспий ойын қарап жүрсіңдер, барасыңдар ма? Барып жүрсіңдер ма? Поддержка. Болдыңдар ма? Бұрын да болғансыз. Болдыңыз, сен де болдың. Ендеше бұл тарихты білетін жігіттерсіңдер, командамен бірге жүрген болсаңыздар, бұл сұраққа жауап беруіңіз керек. Қай жылы? Көрсетіңіздер мониторға. 2019 дейді Ален, ал 1995 жылы дейді бізде Арын. Қабылданды жауаптарыңыз, өкінішке орай ешқайсыларын дұрыс жауап бермеңіздер, өйткені бұл 2020 жылы. Сөйтіп бізден қазір Арында 0 ұпай, ал команданың капитаны Ташенов Әленде қанша ұпай, Әлен? 2 ұпаймен сен жеңімпаз атандың. Тамаша. Міне Каспий 2008 футбол клубының жеңімпазы бізде Ташенов Әлен. Құтты болсын, 2 ұпаймен бүгінгі ойында жеңіске жетті. Ендеше добыл шапалақпен біз Әленді құттықтап қояйық. Құрметті көрермендер, осылайша баспен ойна кезекті шығарым аяқталды. Жігіттер, сендерге көп рахмет. Біздің Тежелига атынан естелік суреттер тек қана осы жерде емес, өмірде де футбол алаңына жеңіске жетулеріне шын жүректен тілектеспіз. Бастысы осы сезон травмасыз болсын. Міндетті түрде сіздерді келесі көрген кезде Каспий немесе басқа да керемет клубтарда ойнап жүріп жарқырай беруге тілектеспіз. Ал сіздерге, құрметті көрермендер, бізден бір ғана тілек бар. Ол осы каналға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер және жігіттерді керемет бір ыстық комментариймен қолдап кетіңіздер. Ендеше, құрметті көрермендер, біз сіздермен қоштасамыз. Эльдар Аманбаев, QJL TV, YouTube арнасы, баспен ойна.